Қостанайда үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы бойынша табысты жұмыс істеп жатқан кәсіпорындар баршылық. Қазақстанның даму банкі журналистерге арнап осы нысандарға пресс-тур ұйымдастырды. Солардың бірі Toyota Fortuner автомобильдер құрастыру зауыты. Мұнда ұсақ бөлшектерді жинақтау, дәнекерлеу, бояу жұмыстары жүзеге асады. Келешекте өндіріс қуатын жылына 3000 автокөлік шығаруға жеткізу жоспарланып отыр. Зауыт іске қосылып, 100-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылады. Ал Евразес Каспиан сталь кәсіпорны құрылысқа қажетті арматура жасайды. Мұндағы өндірістік процесс италиялық компанияның қондырғысы арқылы жүзеге асады. Бұл жобалар негізінен Қазақстанның даму банкі арқылы қаржыландырылады. Қазақстан даму банкының тарапынан 90 миллион доллар бөлінді несие арқылы. 2 жыл бойы осы кәсіпорынмен бірге жұмыс істеп отырмыз. Енді пресс-тур арқылы журналистерге осы кәсіпорынды көрсетіп отырмыз. Повезло, наверное, работать с банком развития на 2 проектах. Үлкен 2 жобаның Қазақстанның даму банкімен әріптестігі сәттілік болды деп ойлаймын. Оның бірі қазір ауыл шаруашылығы техникасы мен автокөліктер шығарып жатқан бұрынғы дизель зауыты. Екіншісі осы арматура жасау кәсіпорны. Отандық қаржы институты бүгінде ел экономикасының дамуына сүбелі үлес қосып отыр деп есептеймін.